Быйылғы таңда біз ұлы ақынымыз Абай Құнанбаевтың 175 жылдық мерейтойын тойлаудамыз. Түрлі іс-шаралар өткізудеміз. Дәл қазір ұлы Абайдың мына бір сөздері есіме түсіп отыр. Өзің үшін еңбек етсең, өзі үшін оттаған хайуанмен бірдей боласың дейді. Ал адамгершілік қарыз үшін еңбек етсең, халыққа қызмет еткенмен бірдей боласың дейді. Ұстаздық қызмет халыққа қызмет ететін ең бір құрметті мамандық деп айтқан болар едім. Мен бұл сөздің мағынасын мектеп табалдырығын мұғалім болып аттаған тұстан-ақ сезіндім. Менің осы уақытқа дейінгі жеткен жетістіктерім, мектептің қазіргі келбеті, мұның барлығы бірден болған дүние емес. Бір шыңды бағындырсаң, келесі шың бой көтеріп тұрады. Өмірдің заңы деген міне осы. Менің барлық жобаларымның бастамасы білім саласындағы ұстаздарымның еңбегі, тәжірибесі екендігін атап өткім келеді. Мен талапшылмын. Сол талабыма көне алған, мені дер кезінде қолдай алған әрбір ұстазыммен, ұжымыммен мақтанамын. Жұмыс өтілімді бастауыш сынып оқушыларына сабақ өтуден бастадым. Сондықтан болар, жобаларымның басым көпшілігі оқушыларды жетілдірумен байланысты. Мектеп лицейімізде TEDx, REDX жобалары арқылы оқушыларда ішкі менін тәрбиелеу көзделген. Тәрбие, тәлім, спорт, өнер қай тұсынан қарағанда да ұстаздарымыз ең алдымен оқушыны, оған қоса өзін жетілдіруді біріншіге қояды және сәйкесінше жағдай жасап отырдым. Тікелей менің бастамаммен ұстаздарымызды жетілдіру бойынша 2019-2020 оқу жылында ұстаз талапты болса, шәкірті талантты атты эстафета сабақтары жүргізілді. Зерттеуші мұғалім мәртебесінен зерттеуші мектеп мәртебесіне фокус тобында ұстаздарымыз зерттеу жүргізу арқылы оқушы үлгерімі мен тәрбиесін жақсартудың әдіс тәсілдерін түрлендіруде. Белгілі дидактикада педагогтың 9 көзі болу керек деп айтылған. Демек, ұстаздың жай ғана білімді болуы жеткіліксіз. Мектеп лицейімізде 2475 оқушы тәлім тәрбие алады. Олардың 22-сі ерекше қамқорлықты қажет ететін оқушылар. Мектептің әрбір оқушысы менің балам. Олардың болашағына тікелей мен жауаптымын. Олардың өмірге бейімделуіне көмек беру, ата-анасын жігерлендіру үшін тығыз байланыстамын. Ашықтық, жариялық, шыншылдық бұл менің басты ұстанымым. Мұндағы мақсатым оқушы, ата-ана, мұғалім арасындағы қарым-қатынасты жақсарту. Балаларды үйрете жүріп, біз өзімізді үйренеміз. Оқушы үні жобасын жүзеге асыру барысында шәкірттерімнің үнін тыңдай отырып, оқу мен оқытуды жақсартуды көздедім. Жүрегімнің мектебі сол оқушыларының пәк тілектері, жетістіктері ұжымымның бірлігіне құралған.